Батыс Қазақстан облыстық мәслихатындағы Аманат партиясының фракция отырысы өтті. Жиында саяси ұйымның 2023-2027 жылдарға арналған өңірлік сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалуы туралы аймақ басшысы Нариман Төреғалиевтің есебі тыңдалды. 5 жылдық бағдарламаны іске асыру жөніндегі жол картасын орындау үшін 2,5 триллион теңге жоспарланды. Биылғы қаржыландыру көлемі 229 миллиард теңгені құрады. 4 басым бағыт бойынша 122 іс-шара айқындалды. Оның 60-ы жүзеге асса, 52-сі жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде. 10 іс-шара ішінара орындалып, келер жылға ауысты. Облыс әкімі атқарылған маңызды жұмыстарға тоқталды. 4 бағыттың бірі мынау өмір сапасын арттыру деп айтатын болсақ, енді аталған бағыт бойынша біз 460 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беріп отырмыз. Соның ішінде мемлекеттік қаражаттар арқылы 22 мың шаршы метр 3761 азамат тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Енді жол мәселелеріне келетін болсақ, өздеріңізге білесіздер, биылғы жылы біз 81 миллиард қаражат қарасақ, осы автомобиль жолдарын облыстық және аудандық маңызы бар. Соның ішінде соған біз 26 миллиард 700 миллион теңге ақша бөліп, 291 шақырым жаңа жолды жөндеуден өткіздік. Сондай-ақ өмір сүру сапасын жақсарту бағыты бойынша 1710 орындық 14 мектеп салу жоспарланды. Бүгінгі күнге 7 мектеп пайдалануға берілді. 7 мектептің құрылысын аяқтау жоспарлануда. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында 12 медициналық нысанның құрылысы жоспарланып, 4 фельдшерлік акушерлік пункт пен 2 дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді. Сонымен бірге 22 денсаулық сақтау нысанын күрделі жөндеуден өткізуге 1,8 миллиард теңге қаржы бөлініп, 13 нысан жаңғыртылды. Кірістерді арттыру бағыты бойынша да ілкімді істер жүзеге асуда. Кірістерді арттыру бағыты бойынша 17125 жұмыс орны құрылды. Соның ішінде тұрақты 9431. Жыл басынан бері 24 миллиард теңгеге 879 жұмыс орны құруымен 21 жоба іске қосылды. Шағын несие беру арқылы ауыл халқының табысына арттыруға бағытталған ауыл аманаты жобасы шеңберінде 5,6 миллиард теңгеге 837 несие берілді. Экологиялық жағдайды жақсарту бағыты бойынша орман алқабын арттыру үшін биыл 11 миллион дана ағаш егілді. Жергілікті бюджеттен 1,2 миллиард теңге бөлініп, 25 трактор, 13 патрульдік машина, 78 техникалық жабдық сатып алынды. Фракция мүшелері атқарылған жұмыстар бойынша ортақ шешім қабылдады. Осы бағытта жүргізілген жұмыстарды және олқылықтар осының орнын толтыру мақсатында не істеуіміз керек. Міне осы мәселелер бүгінгі фракция отырысының негізі болып табылады. Біз алдағы уақытта сайлауалды бағдарламада белгіленген іс-шаралар бойынша әрбір пунктке біз фракция мүшелерін, яғни мәслихат депутаттарымен бірге партиялық резервтегі кадрларды бекіткен болатынбыз, әдейі жоспар жасап, осы бойынша жұмыстарды міндетті түрде бақылауы, қатаң қадағалануға айтылды. Сайлауалды бағдарламаның тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға оң ықпал ететіні сөзсіз. Жиынға қатысушылар жұмыстарды бірлесе орындап, сапалы жүзеге асыру қажет деген ортақ ой пікірмен тарқасты. Ернұр Күнәма, Әділбек Исақов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.